негізі шынымен сондайлар көп жазады. Маған осы кезде тиктокта жазатын болыпты осы. Маған әйел кісілер көп жазады. Күйеуім өспей жатыр, күйеуім дамымай жатыр деп. Қайдан білесіздер? Мүмкін ол өзінше бір өсіп жүрген шығар, өзінше дамып жүрген шығар. Мүмкін бір тура сіз қалағандай өспей жатқан шығар. Ол бір өсімдік емес, сіздің бір жаңа құмыраға отырғызған гүліңіз емес қой. Бұл осы мен қалағандай дамы деген сияқты. Қай жағынан дамымай жатыр, не жағынан өспей жатыр, білім аламай жатыр ма, бизнес бастай алмай жатыр ма, маған консультацияма жіберіңдерші ол күйеулеріңді деп әйел кісілерге үнемі жазам. Осы мәселеден бар ғой, менің бір түсініп қалатын нәрсем, ол отбасыда бір ортақ мәміле жоқ па екен, ортақ әңгімелесу, проблеманы бір ашық талқылау деген дүниелер жоқ па екен деп ойлаймын. Ол бәлкім әйел ойлағандай даму керек емес шығар ол күйеуге. Немесе керісінше күйеуі мүлдем басқа сферада дамып жүрген шығар. Ол отбасы болғаннан кейін ортақ стратегиялары бәлкім жоқ болғандықтан екеуін жаңағы екі қиырда дамымай жатыр деп қана отырған болуы әбден мүмкін. Сондықтан құрметті жігіттер, шынымен осы келіншектеріңізді уайымдата бермей, маған консультацияға келіңіздер. Қазақша айтқан кезде отырайық, шай ішейік, ақылдасайық, әңгімелесейік.